Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ачучук салатын жасайтын боламыз. Жасалу өте қарапайым, бірақ өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қызанақтарымызды жуып тазалап аламыз және видеода көрсетілгендей етіп жұқалап тураймыз. Қызанақты турап болғаннан кейін пиязымызды тураймыз. Мен қызыл пиязды алдым, ал сіздер өздеріңіз қалағандай ақ пиязды алып турауыңызға болады. Пиязды да дәл қызанақ секілді жұқа етіп тураймыз, полукольца етіп турап шығамыз. Одан кейін сарымсақтың бір түйірін майдалап тураймыз. Барлық туралған көкөністеріміздің үстіне татымына қарай тұз, қызыл бұрыш, паприка және сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Бар болғаны 5-ақ минутта дайын болатын бұл салат сіздің дастарханыңызға, сән тамағыңызға дәм береді. Әсіресе плов тамағымен бірге қосып жесеңіз, өте ерекше болады. Егер видео рецептім ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма қосылуды ұмытпаңыздар.